Отырыңыздар, сот келе жатыр. Отырыңыздар. Дайын болсаңыздар бастайық. Бастасақ бастайық. Шағымданушы Гүлханыс Мандаражова. Сізді айыпкер Нариман Нұхалаев Бегамот деген рас па, рас емес па? Иә, рас. Рас болса рас деңіз, рас болмаса рас демеңіз. Маған тошысын айтыңыз. Рас па, рас емес па? Дұрыс па? Рас білмейді. Дұрыс. Сіз бетімізге айтыңыз, бетімізге, артымыздан көмірлеп Артымыздан өсек айтып жүрмеңіз. Бегамот деген рас па, рас емес па? Сол тошысын айтыңыз. Рас, мені Бегамот деді. Айыпкер тұрыңыз орныңыздан. Айыпкер Нариман Нұхалаев. Сіз шағымданушы Гүлханыс Мандаражованы Бегамот дегеніңізді мойындайсыз ба? Мойындаймын, құрметті судья. Неге? Себебі бұны мен жираф дейін десем, жирафқа түк ұқсамайды сосын Бегамот деп айттым. Сіз кешіріңіз. Сізді крокодил десе жақсы көресіз ба? Тыныштық сақтайық, тыныштық сақтайық. Тыныш. Залдағы шағымданушылар. Тыныштық сақтайық. Менің бір ауыз сөзім бар. Дұрыс. Тыныштық. Шағымданушы, сізге Нариман Нұхалаев айтқанына қанша ай болды? Уақыты ма? Уақыты. Қанша уақыт болды айтқан? Қанша уақыт болды? Ой, мен есіне шығып кеткен ғой. Маған 2 жыл бұрын айтқан ғой, Бегамотсың деп. Иә, 2 жыл бұрын. 2 жыл бұрын айтқан сізге. Шағымданушы Гүлханыс Мандаражова. Сізді 2 жыл бұрын айыптапты. Сонда сіз 2 жыл бұрын қайда жүрсіз? Неге бүгін келіп отырсыз сотқа? Неге бүгін шағымданып отырсыз сотқа? 2 жыл бойы қайда болдыңыз? Ойбай-ау, себебі мен Бегамот деген хайуанның қандай екен кеше ғана көрдім ғой телевизордан. Масқара. Бұрын Бегамот деген хайуанның қандай екен білмеймін. Кеше ғана телевизордан көріп көзім атсыздай болды. Түр әлпеті жоқ. Ужас хайуан екен ғой, масқара. Рең басы жоқ. Масқара. Мені бала-шағам бәрі, байым бәрі кекетіп күліп, бала-шағам, мама сен осындайсың ба деп. Содан күйгендіктен мен таң азанмен тұра салып сіздерге келіп отырмын. Балағаттаған. Балағаттаған. Қандай шешім қабылдайсыз? Соттың шешімі Нариман Нұхалаевты бас бостандығынан 6 жылға айырып, Шымкенттегі зоопарктегі Бегамоттың қасына қамаймыз. Соттың шешімі бітті. Қанша жылға? 6 жылға. Өте дұрыс. Нариман Нұхалаевты 2007 13 наурыздан бастап сағат 3-тен бастап анау мынау емес ұрғашы Бегамоттың қасына қамаймыз. Соттың шешімі осы. Рахмет сіздерге, сот мырзалар. Жазасын тартсын. Рахмет сіздерге. Сауап тарт жазаңды. Оңбаған. Иә. Бегамот деген үшін. Сауап.